Қайырлы күн әріптестер, методикадан тест сұрақтарын алфавит бойынша назарларыңызға ұсынғанды жөн деп санадым. Бірінші сұрақ. Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың дамуы арқылы анықталатын өзгеріс, оқытудың сапасын бағалауда критерийлер. Екінші. Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың дамуы арқылы анықталатын өзгеріс, оқыту әдістер және технологиялық тәсілдер. Үшінші сұрақ. Адамның жоғары деңгейлі дағды, білімді жаңа жағдайларға орайластыру арқылы оқу қабілетін белгілеңіз. Ұқсастық бойынша пайымдауы. Төртінші. Әртүрлі жастағы табысты сыныптарда мұғалімнің оқу үдерісін бағыттап, толықтырып, қолдап отыру рөлі, үйлестіруші. Бесінші сұрақ. Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс 5 түйінді фактордың бірі. Бұл жерде сіздерге есте сақтауға ыңғайлы болу мақсатында 5 жауапты бірге беріп отырмын. Тестте олай бірге келмейді. Бірінші, оқушыларды өзін-өзі бағалауға қатыстыру. Екінші, оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету. Үшінші, оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы. Төртінші, бағалау нәтижелерін ескере отырып, оқытуды өзгерту. Бесінші, оқушылардың өздерін-өздері бағалай алуымен өздерінің оқуын қалай жақсартуға болатындығын түсіндірудің қажеттілігі. Каналыма тіркеліп кетіңіз, және де инстаграмдағы парақшамда пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Видеоның соңына сілтеме қалдырамын, өтіп инстаграмға кіріп көріңіз. Алтыншы сұрақ. Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы. Алынған мәліметтердің мәнін анықтау. Жетінші. Бағалаудың барлық түрлеріне тән 3 сипаттама. Осыны есте сақтап алу керек. 3 сипаттама бар, олар интерпретация, қадағалау және қорытынды. Енді осы 3 сипаттамаға жеке-жеке тоқталамыз. Бағалаудың барлық түрлеріне тән 3 сипаттама бар. Интерпретация сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті. Оқушының жауабын критерийге сәйкестендіреді. Бағалаудың барлық түрлеріне тән 3 сипаттама бар. Қадағалау сипаттамасына сәйкес келетін мұғалім әрекеті оқушының сұраққа жауабын тыңдайды. Бағалаудың барлық түрлеріне тән 3 сипаттама бар. Қорытынды сипаттамасына тән мұғалім әрекетін көрсетіңіз. Оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдайды. 11-ші сұрақ. Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс 5 түйінді факторлардың бірі. Оқушылардың өзін-өзі өзара бағалауға араластыру. 12-ші сұрақ. Бағалаудың қай түрінде бір оқушының жетістіктерінің белгіленген нормалармен немесе бірдей жастағы оқушылар тобының қол жеткізген деңгейімен арақатынасы салыстырылған соң қорытынды жасалады. Оқуды бағалауда. 13-ші сұрақ. Балалар ойлауынан өзгеше ерекшеліктер, эгоцентризм. 14. Бала ойлауындағы эгоцентристік көрінеді. Әлемді өз көзқарасымен көруге қабілетсіздік. 15. Балалар өздерінің сенім біліміне сүйеніп, пайымдау жасап, түсінікке негізделген оқыту ортасы білік. 16. Балалар өздерінің сенім біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы оқушыға бағдарланған. Сұрақтар ұқсас. 17. Балаларды сүйетін жүрек қалауымен әрбір педагогтың қол жетерлік тәрбиемен оқытуда тұрақты жетілдіріп отыратын өнері, педагогикалық шеберлік. 18. Баланы өз ықтиярымен оқыту бұл педагогикалық жаңашылдықтың идеясы, басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған. 19. Бала бойындағы жағымсыз сипаттарды тежеп, шегеріп, ұнамды бағытын дамытуды мақсат ететін тәрбие, ерік тәрбиесі деп аталады. 20. Баланың жас ерекшелігіне қарай, өзіндік сенімінің,
көзқарастарының қалыптасуында сананы қалыптастыру әдісі, дәріс, әңгіме сұхбат, ақыл кеңес. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып кеттіңіздер.